Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз француз тәттісі меренге рулетін пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаның ағы мен сары уызын бөлек алып аламыз. Жұмыртқаның ақ уызын салатын ыдысымызды барынша құрғақ етіп алуымыз керек, әйтпесе меренге рулеті шықпай қалады. Бұл тәттінің ерекшелігі, бұған ешқандай да ұн қосылмайды, тек жұмыртқаның ақ уызынан дайындалады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек алып алғаннан кейін ағын миксермен жақсылап ұрғылай бастаймыз. Және де оған қосылатын шекерді бірте-бірте қосу керек. Бәрін бірден қосуға болмайды. Осылай аз-аздап қосып отырып, әбден көпіргенше араластырып, біздің ыдысымыздан дайын болған ақ уыз аударғанда түспейтіндей жағдайға жеткіземіз. Ақ уызымызды жақсылап шекермен бірге көпіршітіп араластырып алғаннан кейін лимон қышқылын аздап қана саламыз. Тағы да шамалы араластырып аламыз. Ендігі кезекте кукуруз крахмалын саламыз. Кукуруз крахмалы болмаса, картоп крахмалы да жарайды. Крахмал қосқаннан кейін ары кетсе 10-15 секунд қана араластыру керек. Міне ыдысымыздан жұмыртқаның ақ уызы ешқандай төгілмейді. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді листімізге пергамент қағазын алып, қамырымызды жақсылап жайып шығамыз. Қамырымызды біркелкі жайып шыққаннан кейін алдын ала қызып тұрған табада 150 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Әрине, әркімнің пеші әртүрлі, яғни әртүрлі қыздырады. Ең бастысы күйіп кетпеуін қадағалаңыз. Дайын болған қамыр сәл сарғыш болып тұрады. Осылай біркелкі етіп жайып аламыз. Ендігі кезекте кремімізді дайындаймыз. Ол үшін салқындатылған сливкиді барынша ұрғылаймыз. Оған қант ұнтағын, яғни қант пудрасын аз-аздап қосып отырамыз. Жақсылап көпіршітіп араластырып аламыз. Міне біздің креміміз дайын болып қалды. Осылай күрекшенің көмегімен ортаға қарай түсіреміз. Креміміз дайын болды. Дайын болған креміміз ыдыстан аударған кезде түспейді. Енді рулетіміздің арасына салатын банандарымызды тазалап, майдалап турай бастаймыз. Әркімнің өз қалауымен жидектер қоссаңыздар да болады. Дайын болған біздің рулетіміз бетін осылай басқан кезде қытырлақ болып тұру керек. Енді оны пештен алғаннан кейін келесі бір пергамент қағазына немесе таза майлыққа аударып алу керек. Оны ыстықтай алсаңыздар да болады, немесе суытып алсаңыздар болады. Мен ыстықтай алдым. Шетінен жайлап, пергамент қағазын жайлап алуымыз керек. Міне осылай алып болғаннан кейін арасына кремімізді жағып, одан кейін банандарымызды қойып, қағаздың көмегімен жайлап, ақырын ғана орай бастаймыз. Дайын қамырымыздың үстіне тек қана крем жағып қойсаңыздар да бұл керемет рулет болады. Арасына жидектер не банан салсаңыздар, дәмі бір ерекше болады. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Оның үстіне ұрғылаған жаңағы сливкиіміздің қалғанын әдемі безендіріп қоямыз. Сіздер де осы әдіспен дайындап көріңіздер, өте керемет дәмді шығады. Рулетіміз дайын болғаннан кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып алсаңыздар, сөйтіп барып кессеңіздер дұрыс болады. Дәмі өте ерекше дәмді болады. Дәмі безеге ұқсайды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Міне рулетіміз дайын болды. Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет. Ас болсын.